Фенол. Фенол бұл құрамында бензол сақинасы бар спирт. Яғни бізде мында бензол сақинасы еще гидроксид тобының комбинациясы болып келетін қосылыс. Осы комбинацияның кесіміне біздерде бұл молекула бензолдардың туындыларының қасиетін көрсетеді, және де спирттердің қасиетін көрсететін болады. Қараңыз, фенолдың химиялық қасиеттері қызық болып келеді, бірақ та бірінші болып фенолдың алу жолдан өту керек. Өйткені оларда негізі бір-екеу ғана алу жолы. Сондықтан оларды тез өтіп тастасақ, біріншіден фенолды кумолдық тәсіл арқылы өндіреді. Кумолдық тәсіл бұл кумол дегеніміз бұл тура сол бензол, бірақ та мында пропил болу керек. Еще и пропил мынандай біртүрлі состояниеда, біртүрлі құрамында. Өйткені мындағы байланыс мына бірінші көміртекке байланысты тұрған жоқ та, ал ортаңғы көміртекке байланысты тұр. Осындай пропилдің оңбасары болып келуін біздерде изопропил деп аталады. Изопропил бензол екінші аты бұл кумол. Кумолға оттегіні қосатын болсақ, және де H2SO4-ті катализатор ретінде алатын болсақ, біздерде мынандай қосылыс пайда болады. Бензол үстінде OH тобы бар. Бұны бізде фенол деп атадық, плюс CH3, С, CH3 және кетондық байланыс. Кетондық топ. Қараңыз, кетондарды бізде келесі сабақта өтеміз. Бұны түсіндіріп отыруға қазір, то есть оған уақыт жұмсап деген сияқты керек емес. Сонымен біздерде кумолдық тәсіл арқылы фенол және ацетон алынады, немесе пропанон деп аталатын кетондардың өкілі. Енді екінші тәсіл. Галоген бензолға сілтінің сулы ерітіндісімен әрекеттестіру. Бұл уже түсінікті. Спирттердің алу жолдарының классикасы, яғни мында галогені бар бензол керек, плюс калий OH, плюс оның сулы ерітіндісі, осы сілтінің пайда болады бізде калий хлор, плюс тура сол бензол и OH тобы мында. Бұл бізде фенол пайда болды. Енді кішкене қызығырақ жаққа кетсек. Химиялық қасиеттер. Фенолдардың құрамында бізде гидроксид бар болғандықтан, олар спирттердің химиялық қасиетін көрсетеді. Ал ең бірінші химиялық қасиет спирттердің бұл сілтілік металдармен әрекеттестіру. Енді фенолды аламыз, оған сілтілік металл қосамыз, мысалға калий пайда болады бізде. Біз сүтек бөлінеді мына жерден. Калий оның басып алу керек қазір. Сонда бізде окей. Сонда оттек калий пайда болады. Енді мынау фенол. Бұл спирт деді. Фенолды алкоголят деп атайтын болсақ, ондай болса бұл фенолят болады. Калий феноляты. Енді бұл easy по сути. Қарай, галогендеу. Ал енді қараңыз. Біздерде текст. Галогендеу реакциясы. Бұл уже бензол сақинасына жүргізілетін реакция. Именно, қараңыз. Гидроксидтер біздерде бұл бірінші текті оңбасар деп аталады. Сондықтан бірінші текті оңбасарлар келесі келген оңбасарларды өзінің қалеген жеріне лақтыратын болады. Жіберетін болады. Немесе бағдарлайды типа. Осы бағдарлау біріншіден орта оңдарға келеді, кейін пара оңдарға келеді. Сонда, егер біздер осында феррум, хлор 3-ті алатын болсақ, и мында қазір пайда болу керек OH. Егер біреу-ақ хлорды алатын болсақ, біздерде біріншіден H хлор пайда болады. Екіншіден, мындағы алынып тастаған сутектің орнына хлор қосылу керек. Егер екеуін салатын болсақ, біздерде 2 H хлор и екінші жерге кетіп қалатын болады хлор. Ал үшеуін салсақ, біздерде үшінші орынға кетіп қалады хлор. Енді пайда болған қосылыс біздерде бірінші орын, екінші орын, үшінші орын, 4, 5, 6, Енді 2, 4, 6, неге жерге сызып қойдым? 2, 4, 6, текс, 3 хлор, фенол пайда болады. Енді, қараңыз, бұл, по сути, обычный галогендер, хлорлар. Бірақ та фенолдарға басқа бір бром деген галогенді қосатын болсақ, біздерде фенолдардың химиялық сапалық реакциясы пайда болады. Мынаны қазір жазып алыңыз. Енді
біздер фенолға бром қосып көрсек қазір. Так, wash плюс бром. Так, феррум бромидін катализатор ретінде қолданамыз. Сонда мында пайда болу керек. Біріншіден H-бром. Мында бром қосылады. Егер екі молекуласын салатын болсақ, мында да кетеді. 3 молекуласын салсақ, бізде мында да кетеді. Так, енді қараңыз. Мында фенол бромиді дегеніміз бұл тұнба болып келеді. Осы тұнбаның түсі күлгін түсті. Енді басқа бензолдың туындылары бұндай күлгін түсті тұнба көрсетпегендіктен фенолдар үшін бұл реакция сапалық болып келеді. Пайда болған өнім бұл 2, 4, 6, 3 бром, фенол. Енді, әрі нитрлеу реакциясы. Так, фенолдарды нитрлеу, H плюс нитротоп HONO2 пайда болады бізде. Тура сол баяғымында OH бөлінеді, мына жерден сутек бөліп тастаймыз. H2O плюс. Мында OH сақтаймыз, мында NO2, мында NO2 и мында NO2 пайда болады. Мында 3, мында 3 кетеді. Пайда болған өнімнің аты біздерде 2, 4, 6, 3 нитро, фенол. Текс. Осылай. Енді, гидрлеу реакциясы. Гидрлеу реакциясы әрине біздерде бензолдық сақинаның реакциясы болып келеді. Плюс сутек. Ой, сутек қана ғой, су емес. Текс. Енді, пайда болады біздерде кәдімгі циклогексан. OH. Қараңыз, циклогексан мен бензолдың айырмашылығы циклогексанның ортасында біздерде қос байланыстар жоқ. Сондықтан бұл қосылыстар біздерде қаныққан қосылыстар деп аталады. Және де бұның аты циклогекса 0 болады. Өйткені бұл спирт қой уже. OH тұр жауабысына дегендей. Сонда, егер қысқартып жазатын болсақ, бұл жерде C6H5OH плюс сутек пайда болады C6H11OH. Теңестіру үшін мында 3 қоямыз, сол жеткілікті болады. Текст. Осымен біздерде фенолдар тақырыбы бойынша видео аяқталады. Келесі видеода бізде практикалық бөлім жазатын боламыз. Сонымен, келесі видеоларда кездескенше сау болыңыз.